Адамзаттың асыл тәжі. Мұхаммед, оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, пайғамбарымыздың өмірбаяны. Мекке кезеңі, 1 бөлім. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, дүниеге келгенге дейінгі тауарих. Жалпы әлемнің және адамзаттың халі. Біздің заманымыздың 6 ғасыры аяқталуға жақын. Бұл ғасыр адамзат әлемінің күпір мен азғындық атаулыға құшақ жайған заманы. Күштінің әлсізді қанауы, дәулеттінің жарлы Жақыбайға әңгір таяқ ойнатуы осы шақтың үлесіне тиген. Әзіреті Мұхаммедке, оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, пайғамбарлық түскенге дейінгі жалпы жер жүзінің және адамзаттың руханиятының деңгейін білуде пайда бар. Сонда ғана Расулалланың адамзат баласын қалайша рухани пікір түнегінен, саяси штырмандардан және қоғамның қою қараңғылығынан, азғындықтан, аз уақыт ішінде алып шыққанын бағамдай аламыз. Ол тұстағы ең мықты мемлекеттер Византия, Иран, Мысыр, Үндістан, Александрия, Месопотамия, Қытай және тағы басқалар еді. Бұл елдердің қай-қайсында да ең бірінші дұрыс наным-сенім жүйесі жоқ болатын. Белгілі бір таухид сенімінің болмауы адамзат руханиятын шөктіргені сондай, азғындықтың небір түрі етек алып, адамдардың адам атауынан басқа қасиеттері жойылып біткенді. Барша болмыстың жаратушысы бар екенін біле тұра, адамдар табиғат құбылыстарына табынып, Алланың әміріндегі жер мен көкке, жұлдыздарға, ай мен күнге сыйынып, рухтан ада тақтай мен тастардан жасалған пұттарға сәжде жасайтын. Адамзат баласының ар-ұжданы, рухы Аллаға иманнан мағрұм қалғандықтан, барша жаратылыс илахи құдіреттің нәтижесі деуді білмей, әбден адасқан, ақылды орынды қолданбау салдарынан көз байланып, көңілдер тұмшаланған. Иман, рух байлығы деген қазыналардан аулы алыс қалған бұл байқұстар бір сөздің, бір кітаптың жазушысы, ойлап шығарушысы болатынын, кішкентай иненің де ұстасыз жасалмайтынын біле тұрып, мыңдаған сырға толы, керемет жіңішке есеппен жаратылған мына дүниенің жаратушысы бар дегенге сенбейтіндей дәрежеде парықсыз еді. Осындай мүшкіл халдегі дүние, таухид сеніміне, Алланың бар және бір екенін паш етіп, соған илануға үндеушіге аса мұқтаж болатын. Күпірлік пен азғындықтан арылудың жолын көрсетіп, бағытын сілтейтін жол бастаушыға деген қажеттілік күллі әлемнің пайғамбарға зәрулігі күн өткен сайын сезіле түскен. Екінші, барлық жерде адамдар таптар мен топтарға бөлінді. Илахи өлшемдерден мақұрым адамзат бай-кедей, күшті әлсіз, қожайын құл, ақсүйектер мен қаралар болып көптеген топтарға бөлінді. Бай мен кедейдің билеуші мен бағыныштының арасындағы айырмашылық жер мен көкті еді. Билік басындағылар мен қарапайым халық арасындағы алауыздық шегіне жеткен. Үстем топтағылар қарапайымдарды жансыз заттан төмен көретін. Үшінші, бұл елдердің қай-қайсысында да құлдыққа алып сату қағидалары бар еді. Адам құрметті де қадірлі тіршілік иесі. Мұның астарына үңілу тек ақиқат пен иман арқылы жүзеге асады. Имандылықтан ада, көңілдерін кір шалған сол кезеңнің адамдары, адамзаттың жер бетіндегі ең тұғырлы тұлға екенін аңдамақ былай тұрсын, оны алып сататын мүлікке есептеп, жабайы күйге ене бастаған еді. Құлдың айуаннан төмен саналатыны да аз емес. Қожайын құл мен күңнің ойына келгенін жасауға құқылы болған. Осынша азғындықтан алып шығар тұлғаға адамзат әлемі зәру еді. Бұл қажеттілік күн сайын біліне түсті. Төртінші, діндер, мәзһаптар арасындағы алауыздық. Христиан дінін ұстанатын елдерде христиандықтың Иса пайғамбар арқылы келген түпнұсқасы, яғни бір жаратушыға сенім жойылып, үштік, үш құдайшылық сенімі жайлай бастағанда. Дінбасылары Иса пайғамбардың дініне ойдан небір толықтырулар енгізіп, жан-жаққа тартып бақты. Әсіресе Шығыс Рим империясында дін атын жамылып, зұлымдық пен азапты арттырғандар көбейе түсті. Иранда сол кездегі үстем дін, маздеизмнен бас тартқандар, не діни ғұрыпқа мойынсұнбағандар аяусыз жазаланатын. Көз ою, асу, таспен шөкелеу, ас сусыз аштан өлтіру дағдыға айналған.
Бесінші, ол дәуірде адамгершілікті ауызға алудың өз ерсі. Имандылық жоқ жерде адамгершілік туралы сөз қозғаудың өз ерсі. Ар намыс аяққа тапталып, нәпсіқұмарлық адамдардың басты машығына айналған. Ұрлық, жезөкшелік, адам өлтіру жайлаған қоғамда адамзат атты ұлы есім жойылғандай. Мысалы, Византия императорының өз қарындасымен үйленуі азғындық емей не? Міне, адамзат жетім, дүние мұңлы. Жер жүзі азалы алып алаң іспетті. Адамдар бір-біріне дұшпан, мәнсіз тірліктен жеріп, жансыз мақұлық кейпіне енген. Жол бастаушысы жоқ, тұлдыр қоғам ащы өксікке булыққан. Барша әлемді ширктің, надандық пен күпірдің қара қошқыл бұлты басқан. Дүние осы бұлтты ысырып, сәулеге кенелетін нұрлы тұлғаға зәру. Сол бақыт нұры түскенде ғана адамзаттың назырқанған көңілі шалқып, кемерінен тасары, жыланқылықтың орнын жайдарлық басары сөзсіз еді. Адамзатта жаратылыстың, жалған дүниедегі жолаушылығының мәнін ұғып, Алланы танып, иман келтіріп, ғибадат етудің қажеттілігін түсініп, баянды бақытқа қол жеткізіп, тірліктің тұтқасын ұстар еді.